Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай песочный трубочка рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл рецепт өте сәтті рецепт, бір жасағаннан шығады. Видеоны толық қарап, жасап көріңіздер. Рецепті осы видеоның астындағы описание бөліміне қалдырдым. Олай болса, жасауға кірісейік. Алдымен трубочкаларымыздың қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін ұнымызды алдын ала електен өткізіп, жақсылап дайындап аламыз. Және де салқын тұрған сары майды осылай үккіштің көмегімен, яғни терканың көмегімен толығымен өгіп аламыз. Және де май мен ұнды жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қамырымызды илейтін қоспа дайындаймыз. Ол үшін бізге қант және де лимон шырыны және оның үстіне ас содасы және ас тұзын қосамыз. Осыларды бір араластырып аламыз да үстіне уксус, яғни алма уксусын қолдандым мен. Уксусымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де осы қоспамыздың үстінен бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды қосатын боламыз. Жұмыртқадан кейін соңында газдалған суды қосамыз, яғни минеральная вода. Және барлығы осылай үлкейіп, көлемі көпіріп, жақсы араласқанға дейін толықтай үстіп араластырып аламыз. Енді осы қоспамызды дайын болған ұн мен майдың үстіне қосып, жақсылап қамыр илейміз. Және қамырды көп қолмен езіп илеудің қажеті жоқ, себебі қолымыздан өткен ыстықпен қамырымыз езіліп кетуі мүмкін. Толықтай осылай басы біріккенге дейін жақсылап илейміз. Және де дайын болған қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай өте жұмыс істеуге ыңғайлы, жұмсақ болады. Осыны осылай видеода көргендей етіп, жақсылап жұқа етіп жаямыз. Өте жұқа емес, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Енді осыны сызғыштың көмегімен өлшеп кесіп аламыз. Яғни біздің трубочкамызға қажетті көлемде кесетін боламыз. Егер сізде мынандай трубочканың дайын формалары жоқ болса, мен видеода көрсеткендей етіп, осылай фольгамен формаларыңызды көбейтіп жасап алсаңыз болады. Өте қарапайым әрі оңай. Және де форма іздеп әуре болмайсыз. Мен осылай өзіме жетпеген трубочкаларды фольгадан қолдан жасап қостым. Көріп тұрғандарыңыздай дайын болған қамырымызды осылай өлшеп, жан-жағын тегістеп, төрт бұрышты етіп шығарып аламыз. Біздің трубочкаларымыздың қамыры біркелкі шығу үшін, және де әр аралығын осылай сызғышпен біркелкі етіп кесіп алдым. Енді кесіп алған дайын болған қамырларымызды алдын ала дайындап қойған конустарымызға, яғни формаларымызға орап, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламын. Толық рецепті қайталап айтамын. Осы видеоның астында описание бөлімінде жазылған, қанша градуста пісіру, қанша граммнан қосу барлығын видеоның астынан көре аласыз. Біздің трубочкаларымыз осымен дайын болды. Енді салқындағаннан кейін осыған, егер формада шешілмей жатса, ыстықта шешіп алғаныңыз дұрыс. Бірден шешіп алып осылай суытып аламыз. Және де салқындағаннан кейін ортасына крем салатын боламыз. Крем үшін бізге салқын сливки және де қоюлатылған сүт, яғни сгущенное молоко қажет болады. Екеуін крем болғанға дейін, қоюланғанға дейін жақсылап миксерлейміз да ортасына барлығын салып шығамыз. Осымен біздің трубочкаларымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де менің басқа рецепттерімді көріп, пісіріп, маған фотоотчет жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.